Сәлем достар, бүгін біз Норвегия еліндегі оқу жүйесінің тағы бір ерекшелігі бастауыш сынып оқушыларына дене шынықтыру сабағында болатын міндетті жүзу сабағы туралы болмақшы. Осы бейнебаянымызды соңына дейін тыңдаңыздар, қызықты ақпарат әлі алда. Қызықты ақпараттармен бөлісуімізге көмек ретінде бізді қолдап, өз пікірлеріңізбен бөлісіп отырыңыз. Түнделетіп түсіріп жатырмын, қыздар барлығы ұйықтап қалды. Мынау ертеңгіге үлкен қызыма бассейнға жинап жатқан заттарым. Міндетті түрде бас киімі, сосын опциялық түрде алып келуге де алып келмеуге де болады көзілдірік, сосын мынандай арнайы жүзуге арналған костюм, сосын орамал, сосын бір сабын деген. Енді мына аяқ киімді өзім беріп жатырмын, себебі қажет болып қалар деп ойлап тұрмын. Бірақ мен өзім әлі барып көрген жоқпын, қандай бассейн, қаншалықты терең, қаншалықты ұзын екендігін білмеймін. Сосын мынандай арнайы сөмке алдық. Осы заттармен ішінде мынандай пакетіміз бар, сулы заттарды салып алуға арналған. Сәлем достар, бүгін біздер Тамирис екеуміз сіздермен бір Норвегияда болып жатқан таңғаларлық құнды ақпарат, яғни мектеп жасындағы балалар дене шынықтыру сабағында 2 айлық ақысыз жүзу сабағы болатындығы жөнінде өзімнің инстаграмға осы сені және осы жүзу сабағына қалай дайындағаным туралы, қандай құралдар сатып алғандығым туралы салған видеом бар еді, бейнебаяным. Енді сол бүгін сенен кеше дене сабағы өтті, кеше барып бассейнға жүздіңдер, қандай әсер алдың, ұнады ма саған, жалпы келгенде қалай, біздің Қазақстандағы бассейндармен салыстырып сөйтіп маған айтып кетсең, бізге маған және көрермендерге қызықты болады деп ойлаймын. Жақында осыдан кеше болды ғой сізде дене сабағы. Мектепте біздерде 3-ші тоқсан басталды. Осы дүйсенбі күннен басталды. Оған дейін осы бір жұмалық каникул кезінде дене шынықтыру апайың бізге арнайы форма жіберген. Сол формада баланың жүзу қандай қабілеті бар, жүзе алады ма, қандай деңгейде жүзе алады, бұрын соңды бассейнға барған ба, сондай сұрақтар қойылды. Мен соларға жауап бердім. Соңғы сабақта бір тамақ ішіп алып, киіндік, денеге дайындалып, бірінші автобусқа бардық, 23 автобусына. Яғни ол сіздің мектептің автобусы емес, кәдімгі қалалық автобус, е? Сонда 6-7 остановкалар өтіп, түстікте сосын 20 минуттай бассейнге бардық. 20 минут. Соң біз ішке кіріп, жуындық. Анда душ болды, жуынып. Біз дене апайымыз не түсіндірді. Инструкция, қалай жүзу керектігін, е? Инструкция айтты. Ережелермен таныстырды. Біз бассейннің ішіне бардық, кішкене жуынып жүрдік. Кішкене үстеріңді суға үйреттіңдер, е? Дұрыс қой, бірден салқын су айтпақшы салқын ба? Жылы. Енді суға бірден күмп етпей үшін қол аяқтарың енді тыртыс қалмау керек қой, судырғы ұстап. Сондықтан сондай кезде денелеріңді үйретіп аласыңдар ғой, бірінші әзірде. Сөйтіп суға жайлап неттіңдер, үйреттіңдер. Сосын? Соң бізге айтты андай жаттығу жасауға. Үш рет басымызды
төменге судың астына түсіреміз. Соң келесі жаттығу ол мысалы бассейн болғанда мына шеткі несі бар ғой, Иә. Бассейннің шеті, иә. соған ұстап аяғымызды нетіп Жүрдіңдер. Аяқтарымен. тепті. Аяқтарымен жаңағы неттіңдер, иә? Қалай? Сілкілеп да аяқтарыңды сөйттіңдер ма? Үшінші жаттығу қандай болды? Үшінші жаттығу бізге не таратты, noodles дейді. Ағылшынша, қазақшамен бөлек. Иә. Анандай нема, дөңгелек па, шеңбер ма? Мысалға, батып баратқан кісіге лақтырады ғой, шеңбер, сол ма? Жоқ. Былай кейбір кісілер не деді ғой, арасына былай қояды. Сосын жүзіп. Иә. Ондай болды ғой бізде Қазақстанда. Есіңде ме? Сондай, иә? Арнайы жүзетін құрал ғой, иә. Сондай таратып, біз басынан аяғына дейін жүзіп. Бұның астына кіріп, аяғымызды бар ұстап керек. Соң келесі жаттығу бұл бізге жұп таңдап аламыз. Не етеміз? Сонда біреуі былай жатады. Судың бетінде. Судың бетінде. Ал екіншісі шінесін аяғынан ұстап, солай жатқаны бар жүзеді, екіншісі көтеріп көмектеседі. Рахмет, Томи. Қазақстандағы бассейнмен салыстырғанда айырмашылығы бар ма? Мысалға, сен Қазақстанда да бассейнға барып жүрдің ғой? Барлығы бірдей, Соған қарағанда біздің Қазақстандағы бассейндар енді біршама заманауи деп айтуға болады, себебі арнайы құралдар бар, иә. Қыздар бассейнға барып бірінші үйренген кезде осындай құралдар арқылы жүзіп үйренген едіңдер. Тамаша. Енді осының барлығын сен маған ағылшынша айтып бере аласың ба? So Tommy, recently, it was yesterday, you visited your swimming class. This is our first time in Norway after our movement. Before you had experience in Kazakhstan, you visited this kind of class in Uralsk, a mega sport complex. If you compare these two swimming pools, if there are any differences, kind of differences, and what did you like? What can you say about your classmates' ability? Can your classmates all can swim, or just few of them? And who was the teacher in swimming class? Was it your PE teacher, or it was another teacher from swimming pool? Yes, I like the swimming pool. Our PE teacher, Miss Carrie. Miss Carrie, taught us how to swim. Was it interesting or was it boring for you? Maybe there are some kind of different exercises which you didn't know before and you just learned. Yes, the swimming class was exciting and learned a new exercise I didn't learn before. Oh, good. New exercise was you should touch your feet under the pool and you should lay and the second person should hold your belly and your leg and swim.
This is the exercise I didn't know. Okay, you didn't know before. So Tommy, do you know what is the purpose of this swimming class in Norway school system? I suppose the teacher already explained you what is the main goal and the purpose of teaching this kind of class, yeah. And it's mandatory to have this kind of class at school age, yeah. So what is the purpose? What is the goal of knowing the swimming? Miss K explained us about why that we learn how to swim. Because if there is flooding in Norway and there is any oceans next to Norway, you can know how to swim. So you can swim if you know it. Oh, good, yeah. So that is why Norway school system has this mandatory class, right? Because as you know, in Kazakhstan we don't have this kind of classes. Maybe due to Kazakhstan is inner part of continent and we don't have so many water around us. Yeah, maybe this is a purpose. Yeah, and this of course will help you to be healthy, good PE for your body as well, because we know how swimming helps people to be in a good condition. Very good. Мен осы видеоның қалай сені жүзу бассейніне дайындағаным туралы көпшіліктен мынандай комментарий келіп жатыр, жаңағы сол видеоны қараған кісілерден. Ол енді жетілген ел болғасын, осындай денсаулық сақтау, салауатты өмір салтын сақтаудағы жақсы жолға қойылған бір үрдіс екен. Оны біздің Қазақстанда да істей алады ғой деп. Сен қалай ойлайсың, біздің Қазақстанда мектептерінде сондай сабақты, дене шынықтыру сабағында ұйымдастыра ала ма негізі? Апарып бүткіл класты, мысалға екі класты, мысалға мындағыдай 3-4 сынып оқушыларын алып барып сондай бассейнге ұйымдастыра ала ма сондай сабақтарды? Қалай ойлайсың? Мүмкін бе ол? Иә, мүмкін. Сондықтан Қазақстандағы біздің қолдарынан келетін осындай жаңағы жүзу сабағын ұйымдастыра алатын мектептер бар қазіргі көпшілік. Кейбір мектептерде, кейбір жеке мектептерде мысалға осы жүзу бассейндері ішінде бар. Сондықтан мемлекеттік мектептер оларға да осындай еуропалық елдердің үлгілерін алып, өздеріне жасаса деген ой айтылып, және сондай тілек айтамыз Томи екеуміз. Себебі біздер бәрібір Қазақстанға қайтып ораламыз. Әрине балаларымыз үшін жеке сабақ ұйымдастырамыз ғой, жаңа жүзу сабағын. Бірақ дегенмен мемлекет тарапынан да осындай мектептерде міндетті жүзу сабақтарын, дене шынықтыру кезінде міндетті жүзу сабақтарын ұйымдастырса, нұр үстіне нұр болар еді деген ойдамыз. Солай ма, Томи? So thank you, Tommy. Thank you very much. It was a good conversation with you to know your opinion, what was interesting for you, and thank you very much. And good luck in your swimming classes. What will last till end of May, right? End of May. Till end of May. So in 2 months, I think you will have good body conditions. Let's say physical training as well in a swimming pool. Okay. Thank you, Johnny.